Осы хабарды дайындау барысында біз Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының өкілі Джош Бренмен сұхбаттасқан едік. Оның айтуынша, әлемде осындай 100-ден аса қор жұмыс істеп тұр екен. Бірақ орталық Азияда мұндай бірде-бір ұйым жоқ. Бұл ретте Қазақстанның әлеуеті зор. Өйткені 2007 жылы Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының қолдауымен Қазақстанның биоалуан түрлілігін сақтау қоры құрылған. Демек, мемлекеттің бұл бағытта тәжірибесі бар. Келешекте Қазақстан Азия тынық мұхитының табиғатты қорғау қоры секілді аймақтық ұйымға қосылса, тіптен керемет болар еді деді. Тағы не дегенін бірге тыңдап алайық. Қазіргі уақытта биоалуан түрліліктің жойылып кету жылдамдығын азайту жеткіліксіз. Біз экожүйелерді қалпына келтіруге көп көңіл бөлуіміз қажет. Қазақстанда бұл бағытта біраз шаруа атқарылды. Балқаш маңында жолбарыс популяциясын қалпына келтіру бастамасын мысал ретінде айта аламыз. Сондықтан елдеріңіз осы бағыттағы жұмыстарын жалғастыра беруі тиіс.